комиссар. Сәлем, Назым. Қайролла мырза. Alo? Алло, Аңсар мырза? Иә, Гүлжігіт. Тезірек алдындағы жерге келіңіз. Сізге маңызды жаңалығым бар. Жақсы. Кедергі жасамадың ба? Жоқ, бәрі жақсы. Келіңіз, отырыңыз. Иә. Жұмыстарың қалай болып жатыр? Ойдағыдай. Келемін деп ескертпедіңіз ғой. Иә, Айжан, шұғыл шаруа деген соң. Соңғы кезде араларың дұрыс емес сияқты ғой. Жоқ, бәрі жақсы. Кейінгі оқиғалары болмаса. Назым, бір сөзбен айтқанда, мен қаржыландырып отырған жоба маған табыс әкелу керек. Ал бұндай әрекеттер кедергі болады. Егер қаласа, мен Айжанды бір жола шығарып жіберем. Білмеймін, ол кісі жобаның басынан бері жүр ғой. Мұнда тұрған ештеңе жоқ. Айжан ғимараттың басты болып қала береді. Зауыт кеңсені 3 жылға жалға алады. Бөлінген қаржыдан осыны қарастыр. Жарайды. Құжаттарды әзірлете берем. Айтпақшы, ертеңге есеп беруіңе келе алмайтын болдым. Кеңесшім айтқан болар. Иә, айтты. Енді Айжанмен кеңесшім қарастыра береді. Есеп қисаптарын бітсе, жұмысты бастай беріңдер. Жақсы. Қазір қоқыс жинайтын ұйымдармен келісім сөзге отырып жатырмыз. Дұрыс, мен енді жұмысқа мүлдем араласпаймын. Орныма Англиядан үлкен ұлым келеді, өзің сияқты жас. Ұжым жастар болғандықтан солай деп шештім. Сонда ұлыңыз басқаратын болады ма? Иә, ол экономист. Мен бұл жаңалық саған ұнайды шығар деп едім. Иә, білікті маман болғаны қуантады. Жарайды онда, іске сәт. Жұмысты бастай беріңдер. Қалайсың, Гүлжігіт? Бұлай оқыс қимыл жасамаңызшы. Көлеңкемнен қорқып жүрмін. Иә, айта бер, қандай жаңалық? Сейфтің құпия номері. Аңсар мырза, жай дедім ғой. Жарайсың. Сейф қай жерде тұр екен? Өзінің кабинетінде жасырын бір сөре бар, сол жерде. Ал Қасен көрсеткен адамдар кеңсеге келмеді ме? Жоқ, әлі әзірге осы. Сосын бір өтініш болып тұр. Қандай өтініш? Мені бұдан кейін мұндай шаруаларға жұмсамаңызшы өтініш. Күндіз күлкіден, түнде ұйықтан қалдым. Жарамайтын сияқты. Жарайды, келістік. Рахмет. Рахмет. Хабарласың.
хабарласам. Жоқ, хабарласпаңыз. Рахмет. Аңсамыза. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Алло. Қасен, менде бір жаңалық бар. Келдің бе? Кешіктің ғой? Жұмыста болдым. Кетіп тамақ ішейік. Өзің ішпедің бе? Іштім. Сені тамақтандырайын ба? Жоқ, керек емес. Жұмыста тапсырыс беріп тамақтанып алғам. Өзің не істедің? Бір жаққа шықтың ба? Жоқ, үйде болдым. Нәзік, мына төсегің ұйқыға тартады екен. Таңертең қалай ойнап жүрсің? Рахаттанып демалып алған шығарсың, иә? Бір ұйқыңғаның. Бүгін сторис салмадың ғой. Иә, қызықсыз болып кетті. Нәзік, мен ертең үйге қайтамын. Жасын өз қателігін түсінген сияқты. Мен сен үшін қуаныштымын. Сонда менің кететінмен қуанып жатсың ба? Эх, Тана. Мен екеуің араларында бәрі жақсы болғанына қуанып жатырмын. Сендердің арқаларың. Рахмет. Маған салса, мен сені жібермей қоятын. Аңсар ғой тынымсыз. Бәрін алдын ала ұйымдастырып. Жасынға да айтып қойған. Үйге барған соң, өз-өзімді қолға алмасам, алдында сен айтқан сөзінен кейін ойланып қалдым. Мүмкін расымен де өз кездерімді ұсынып көрем. Міне мен танитын Дана осындай болу керек. Менде жақсы жаңалығым бар. Қандай? Енді Қайролла зауыттың жұмыстарына араласпайды. Оны Аңсар білмеу мүмкін бе? Иә. Әзірге бәрі реттелгенше білмей-ақ қойсын деп. Екеуі бір-бірін көріп қоя ма деп қорқып жүредім. Арқамнан бір ауыр жүк түскендей болды. Апа, қалайсыз? Жақсы балам, кел, шай іш. Кел өз. Күшті отырсыз ғой. Қалайсың балам? Жұмыстарың қалай болып жатыр? Әлгі түрікті не істедіңдер? Жақсы. Ол Түркияға ұшып кетті. Жобаның уақытын созатын болды. Дұрыс болған екен. Әкең де соны уайымдап жүреді. Апа, барлығы оңалып келеді. Бұйыртса, әкемді ақтап алатын күнде алыс емес. Иә, бұйырса. Айтпақшы, жасың қалай? Алдында Шолпан Данамен ренжісіп қалды деп еді. Кеше Назым екеуміз татуластырғандай болдық. Ары қарай өздері шешер. Байқаймын, кейінгі кезде Назым туралы тек жақсы жаңалықтарды еститін болдық. Сіз не? Ұлыңызды қызғанайын дедіңіз бе? Қызғанған несі? Балам, сен ол қызға үйленем деп шешкен екенсің. Ертерек таныстыр, үйге шақырайық, қонақ қылайық. Мейрамханада бір көріскен, ол таныстыққа жатпайды. Апа, мынауыңыз кәдімгідей прогресс қой. Әлде Қалима апа ақыл айтты ма? Қой, Қалимаңның қазір гүл сатумен есі шығып жүр. Гүл сатып дейсіз бе? Иә, ауылдың әйелдері гүлдерімді түгел сатып алып кетті дейді. Жақсы ғой. Қалаға келген кезде оған гүл сататын дүкен ашып берейік. Не? Көңіл күйің жақсы ғой. Жалпы не бітіріп жүрсің? Маңызды бір жұмыспен жүрім.
Қазір ең маңызды жұмыс ол Дана. Қашан сөйлесесің? Söylestim апа. Иә, не дейді? Керем деме? Балам, тыңда мені. Келіннен шет жағасын естіді. Бұнда енді қайталанбайтын болсын. Үйлену сендерге ойыншығы емес. Апа, сіздер ойлағандай ештеңе болған жоқ. Дананың өзі де дұрыс түсінбей қалған. Әйтеуір байқашы. Бүгіннен қалмай келінді үйге алып кел. Өзі де келемін деді. Дұрыс. Бұлай жүргендерің ешкімге жақсылық келмейді. Иә. Қалайсыздар? Маған шұғыл түрде сіздердің көмектеріңіз қажет. Тыныштық па? Тыныштық болмай тұр ғой сол. Не болды енді айтсаңшы? Бүгін Әселдің туған күні мен ұмытып кеттім. Бүгін Әселдің туған күні? Иә. Қанатбек. Енді Әсел ренжитін болды ғой енді. Ту, қыздар, көмектесіңіздер. Сен бала жаман қораға кірдің. Қораға кіргенде әдемі кірдім. Түнгі 12-де туған күнмен құттықтаған жоқпын. Сыйлығым жоқ, гүлім жоқ. Сіздерден көмек сұрап келіп тұрмын. Болды енді бауырым. Ұмыт Әселді. Ол сен кешірмейді. Керемет қолдау, Данияр. Былай істейік, туған күн кеңседе жасап берейік. Ал мен Назыммен өзім сөйлесем. Дұрыс. Я, былтырғы естеріңде ме? Салтоштың туған күнін кеңседе ғой, иә? Ой, оны біледі ғой, көрді ғой, ол да болды ғой сол жерде. Ол басқа Әсел қуасың? Қанатбек. Мен Әселдің өзі қайда жүр? Жасын мырзаға айтып басқа жаққа жібердім, ол әзір келмейді. Қайда жібердің? Онда былай жасайық. Данияр, мен, Айым үшеуміз кеңсені әрлей берейік, дастарханды дұрыстап. Сендер Маржан екеулерін сыйлықты алуға барыңдар. Иә. Жақсы. Жүр. Иә, солай жасайық. Иә, сөйтейік. Тезет уақыт. Мен барайыншы сенімен бірге сыйлық алуға. Неге Маржан? Шар үрлейтін адам керек қой, Данияр. Ой, Нұргүл әпке қойшы, тағы шар үрлейтін. Қойыңдаршы, қазір Әсел келіп қалады, тезет. Қалайсыз әпке? Шұғыла. Қолыңызға қуат берсін. Рахмет. Көрінбей кеттің ғой өзің. Иә, үйде қонақтан қонақ үзілмей. Мен сіздің гүлдеріңізді келіндердің чатына салып едім. Бәрі сұрап, шулап, мазамды алып жатыр ғой. Сен екенсің ғой бәсе. Келіп алып сатыңыз деп қоймай, дият екен. Сәлем бердік. Көп жаса қарағым. Дұрыс қой, онда тұрған не бар? Біздің ауылда гүл сататын адам жоқ. Менің қолымнан келмейді, әйтпесе сізге айтпай өзім ақсатып кететін едім. Жоқ, болмайды. Ол үшін жылы жай керек. Ештеңе жоқ. Осылай азаздан бастаңыз. Мен сізге келіп тұрмын. Өткенде түсіріп алып едім. Мына гүлдеріңіз бар ма? Сатып алайын. Жоқ, бұны әлгі бірінші келген келіншек алып кеткен. Біліп едім. Статусына қойып қойыпты. Мынау ше? Бұлар бар. Жақсы болды. Осыдан екеуін сатыңызшы, ас бөлмеме қойып қояйын. Сосын Алияның алған гүлінің түрінен екеуін әкеп берсеңіз, содан да алар едім қонақ бөлмеге. Бұл қызық болды ғой тіпті. Ол үшін қалаға бару керек. Енді әпке әкеп беріңізші. Сол үшін таң атпай келіп тұрған жоқпын ба?
ол таптыңдар ма? Таптық. Иә, бірақ маған ұнамады. Маған ұнады. Әселдің талғамын мен білем ғой. Енді ұнайтынына сенімді болсам болды ғой. Ұнайды, еш уайымдамаңыздар. Қалайсың, досым? Көлікті тұрақтан көрмедік қой. Бұзылып қалды ма? Өткенде бұзылған жерде қалды. Бүгін тағы айыммен келгенсің ғой. Ей, ол бұзыла береді болса сатып жіберсейші. Жоқ, ей. Сол айыммен келуші Надейше қатыстап кеткен жоқпын ба? Қалай басым істеп кетсің? Ей, сен өйстіп басың істеген сайын айфоныңнан, көлігіңнен айырыласың. Ана ертең біреу ұрлап кетпесін. Фуй, бір романтиканы түсінбейді екенсің. Қыздар, бұнарың көңіл күйіне не болып жүрсің? Еңгей мырза кеп келе беруін көлге болған жүр. Қош. Иә, бауыр басып қалған сияқты. Түркияға шақырған, бірақ Лунара оның ұсынысын қабылмапты. Қош. Ойбай. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің мен әсел, туған күнің менен. Құттықтаймыз! Туған күнің құтты болсын, жан. Рахмет. 15 болып қойды ма? Бүгін 15 ба не? Иә. 18 несие төлеуім керек еді. Ал ендеше, дастарханға жайғасайық. Мен туған күн екенімді ұмытып кеттім ғой. Біз де ұмытып кетіппіз. Енді ұмытып кетіппіз дегенде, саған тосын сый болсын деп түнде құттықтауға барған жоқпыз. Жас мырза, алып келем. Рахмет, Әсел. Өте маңызды құжат. Не отырыз? Тортты жейік, е? На біріншісін айым таңдады, екіншісін Маржан таңдады, е? Маржан? Иә. Бәсе екіншісінде бір түрлі. Шоқан мырза, зауытта не жаңалық болып отыр? Ешқандай жаңалық жоқ. Бүгін 10 адам алдым. 10 да бар ғой, жауырыны қақпақтай, ірі жігіттер. Ол заводтың жұмысын қатырады ау. Біздің Қанатбек сияқты онда. Ой, Қанатбегің бала сияқты ол. Сізге сендік онда, Шоқан аға. Чеке-чеке қылам ғой. Чеки-пуки. Чеке-пуки. Чеки-пуки. Рұқсат етсеңіздер, мен бірінші тілек білдірсем. Әсел, туған күні құтты болсын, бақытты баянды ғұмыр кеш, денсаулығың мықты болсын. Сен сияқты маманмен жұмыс істегенмен мен өте қуаныштымын. Рахмет. Рұқсат етсеңіздер, мен Назым ханымға қосыла кетейін. Құрметті Әсел ханым, сізді туған күніңізбен шын жүректен ұжымның атынан жалпы, және де төрағалар алқасының атынан құттықтаймыз. Аман болыңыз, ешқашан ауырмаңыз. Ғұлама жазушы Мұхтар Әуезов айтады, адамның мақсатқа жету үшін 3 нәрсе қажет дейді. Сол ниет, тәртіп, күш, ол сіздің бойыңызда табылған маман ретінде барлық осы әріптестеріңіз біледі. Сондықтан туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Аман болыңыз. Ал ендеше осы тілекке ең болмаса шырынан алып қояйық. Білемін, қазір айтқаным орынсыз, бірақ ертең инвесторлық құрам жетекшілеріне есеп береміз. Дайынсыздар ғой? Дайынбыз, біз дайынбыз. Жарайды, ондай болса, рұқсат етсеңіздер, біз кете берсек, сіздер өздеріңіз жақсылап демалыңыздар. Рахмет. Бастықтарсыз өзіміз отырып бір шай ішпейміз бе? Өзіміз бастықтарсыз емін-еркін күшті отырамыз, е? Осы жақсын бар. Жарайды. Бастықтар үшін онда. Мен енді тілек айтайын. Құрметті Әсел, туған күнің құтты болсын. Бақытты бол. Арамызда ең әдемісі болып жүре бер. Рахмет. Рахмет. Найма апай, бүгін жаңа салондағы алғашқы күніңіз емес пе? Ерте келіп алыпсыз. Иә. Бүгін бірінші күні 5 адам болды. Соған жаман болып отыр.
Уайымдамаңыз. Бүгін тек бірінші күн емес пе? Әлі талай кезекке тұратын болады. Айтқаным келсін. Қазір. Достар, бәріне сәлем. Бұл Нағима ханым, қаладағы ең мықты хейрстилистердің бірі. Қой, мен түсірме. Өзі ұялып отыр. Достар, Байзақов көшесінің бойында жаңа салон ашылды. Бағасы қолжетімді, ал Нағима ханым өз ісінің маманы. Сондықтан уайымдамай келе берсеңіздер болады. Кеңес беремін. Болды. Осыдан кейін келуі мүмкін. Мен тағы блогер достарыма айтып қоямын. Сондықтан уайымдамасаңыз болады. Рахмет сау. Нағима апай, мен енді өз үйіме қайтайын. Сіздерге көп-көп рахмет. Өз қыздарыңызды көріп, қонақ қылғандарыңызға. Дұрыс болған екен. Отбасы болған соң ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмай. Үйге келіп тұр, бізді ұмытып кетпе. Есігіміз ашық саған әрдайым. Бірақ енді күйеуіңмен ренжіспей кел. Жарайды. Құспан-ау, Ау, не істеп жатырсыз таңертеңнен бері тарсылдатып әйтеуір? мынау жылыжайдың қаңқасы ғой. Халима, мына гүлдеріңе деген сұраныс көп. Сондықтан енді мына жылыжайды өсіре беруіңе болады. Ой, сіз де адамды бір ыңғайсыз жағдайда қалдырасыз. Енді мынаған қалаға барып, жұға қабаса, үстін жауатын. Бәрі жақсы болады. Білмеймін тіпті. Істей алмаймын ау. Неге? Жас болса келіп қалды деген. Ой, Халима, жаста тұрған не бар? Айтшы, жас деген олар жайы бір сан емес пе? Жастар істейтін дүниені біз неге істей алмасқа? Құдайға шүкір өмірден жиған тәжірибеміз мол. Ақыл ойымыз толысқан, қолдан келеді. Олай болса неге жасамасқа? Халима, білесің бе, алма бағымен неменеге алысып жүр? Әр түп алма ағаштың өзіндік бір сыры бар. Түсінемісің? Иә. Мен осы гүлдермен сырласқанда кәдімгідей жақсарып қалам. Әне? Онда қалаға барып басқа түрлерінен алып келейік. Енді менің мақсатым осыған ішке су кіргізсем, сонда шаруа бітеді. Иә. Онда мына бір жерлерге ыдыстарға орын дайындау керек. Әрине, онда дайындаймын. Қолдан келетін шаруа ғой. Мен көлік дегенге кәдімгі бір... Жан, саған көп рахмет. Қатты алғым келіп жүрген еді. Құтты болсын. Эко-зауыттың қызметкеріне эко-көлік. Иә, құтты болсын. Айдай аласың беді мұны? Өзім үйретем. Иә. Маржан, фотоға түсірші. Кел. Қыздар светке түсіп болғаннан кейін ішке кірейік, тезірек жинастыру керек. Мен де болған осында шоқанаға. Ало, Думан ықшам ауданынан жұмысқа дейін 20 минутта жетеді. Қойшы, ондай емес шығар бұл. Рақсы айтам. Бұны картан қосасыз да, үйдейдің арасымен қайта тез жетіп қойасыз. Анау көлікпен қалан шетін айналып жүрмейсіз да. Жақсы онда. Қанатбек. Рахмет аға. Сыйлықты қатырдың. Сыйлықты қатырдың. Анау несі ма? Анау... Бір күнге жетеді ғой? Инжектор ғой. Қайырлы күн. Кешкеніме кешірім сұраймын, кептелісте тұрып қалдым. Сәлем. Кел отыр. Сәлем, Женя. Жұмысшылармен келісім шартқа отырып ал. Ертең зауыт ашылғанда басшылық құрамның өзгеретінін ескерт. Ол жағын ойластырмаппын. Тәуелсіз сарапшы есебінде кім тұр? Аңсар. Аңсар.
Мен жасыл менеджер. Қайырлы күн бәріңізге. Сәлеметсіз бе? Хасен мырза, қайырлы күн. Қазір бос кабинетке барып сөйлесейік. Хасен? Сені шетелге кетті деп естігем. Не үшін қайтып келдің? Неге қайтып келмеуім керек? Жалпы айтқаным ғой. Сонымен, екеуің бір-біріңді қайдан танисыңдар? Макс. Бұрын бір іс қозғалған. Мен тергеуші болдым, және қорғаушы болды. Және сен бұрын қорғаушы болып едің. Иә, тек бір рет. Алғанда шүкір. Түсінбедім. Өзің көргенде сенің қолыңнан қорғаушы болу келмеді. Сол себепті айтып отыр. Ал қазір байқаймын. Жаман заңгер емес сияқтысың. Айтпақшы, мен айтқан білікті заңгер. Өте білікті. Хасен, әлгі кәсіпкердің жағдайы не болды? Естуімше, сен де ақтай алмапсың? Өзіңізбен басқа жерде сөйлесек. Солай дұрыс болатын сияқты. Сонымен қай жерге келдік? Жұмысшылармен келісім шартқа. Және сені басқа қырларыңды байқап қалдық па? Не айтқың келіп отыр? Ештеңе. Мен сыртқа шығып бара жатырмын. Ештеңе қажет емес пе? Жоқ, рахмет. Біреу аңдып жүр ме? Иә, қайролла. Демек, оны арты таза емес. Мүмкін. Ана жігіт не дейді? Мынау Қайролланың сейфінің коды. Жақсы. Мен ол жігіт ештеңе алып келе алмайды деп ойладым. Нақты осы ма? Сенен құтылу үшін басқа нәрсе алып келіп жүрмес? Жоқ, ол сенімді жігіт. Бірақ келесі жолы мазаламаңдар дейді. Қорқады ғой енді. Жақсы. Хабардамыз. Жақсы. Жалын атқан жаңарыңды жүрегіне ұнатқан. Ұнаттым мен бірақ күннен көңілінде сыр шыққан. Келеңдеттім, тыңдаттың өлбірген үніңмен. Сен мен үшін жұмбақсың, жауабын білмеген. Ұнайды маған ерке. Қашан келдің сен? Қайырмасына келгенде? Кел тамағымды іш. Киім ауыстырып алмайын ба? Жарайды. Қойсаңшы енді. Рахмет саған жаным. Не үшін? Келгенің үшін. Бұл енді қарным ашты. Бүгін кино көретін сияқтымыз ғой. Жасын. Ұнайды маған. Ұнайды маған. Бір өзіңмен сырласқан ұнайды.
Не болды саған? Қол ұшып тұрсың ғой. Жоқ, бәрі жақсы. Уайымдама. Бәрі жақсы болады. Сен де уайымдама. Алсаңдаршы тамақтан. Сендер үшін дайындалдым ғой мен. Рахмет. Бауырсақ берейін бе? Бар апа. Алыңдар. Иә? Жұмыстарың қалай? Назымның жобасы өте жақсы жүріп жатыр. Инвестор да керемет кісі сияқты. Қандай да бір қиындықтар туса, бірден көмектесуге дайын болады. Дұрыс болыпты. Айтпақшы, біздің Ерденнің таныстары көп қой. Инвестор достары да көп еді. Мен Ерден сұрастырып көрейін. Ерден мырзаның жағдайы қалай? Жақсы. Өткенде барып қайтқам. Сендер енді көп уайымдамай сабыр сақтаңдар деп отыр. Апа, бұйыртса барлығы жақсы болады. Әрине. Үй іші қалай екен? Аталарыңмен хабарласып тұрасың ба? Жақсы. О кісілер ауылға кеткелі бізді ұмытып кетті. Қалима ертең қалаға келем деп жатыр. Сатуға гүл алам дейді. Екеуі барға ауылда бизнес ашып алған сияқты, Білмеймін ғой әйтеуір. Сендер түк тамақ алмадыңдар. Еңбегім зая болды ма? Алыңдаршы. Апа. Қысылып отыр. Дәмді болыпты. Ал оған. Назым, келгеніңе рахмет. Сізге де рахмет шақырғаныңызға. Тамағыңыз өте дәмді болыпты. Ас болсын. Байқаймын, қазір Аңсаржан өзгерген. Бұрын мінезі алып ұшып тұратын. Оған сенің де көмегің тигені рас. Сол үшін рахмет айтайын деп бүгін арнайы шақырған едім. Өткенде мейрамханада дұрыс сөйлесе де алмадық. О не дегеніңіз, Райхан ханым? Аңсар болмағанда менің жобам бұндай сәтті болмас еді. Мен үшін ең бастысы екеуің бір-біріңді қолдап жүрсеңдер болды. Өткенде әкесі де естіп біраз қуанып қалды. Айтпағым, мен екеуіңе батамды бердім. Рахмет сізге. Рұқсат етсеңіз мен кете берсем. Мейлі, жүр шығарып салын. Жүр. Қайреке, қазір сізге бір жаңалық айтайын. Айтып көр. Алдындағыдан кейін Қасеннің ізіне тағы бір кісі салған. Не болды, тағы ұсталып қалды ма? Жоқ, бұл жол жігіт жақсы. Тәжірибесі де мол. Әңгіме басқа да. Олар кеше Назымның кеңсесінде жолықты. Екеуі инвестордың кім екенін білмейтін секілді. Бізге де кер. Әрине. Бірақ менің ойымша олар бірдеңе бүлдірейін деп жүр. Бүлдірейін деп жүрсе, алдын алайық. Қолымызда тұр ғой. Қандай әдемі. Мен осылай қашан сызат екенмін. Жақсы болған сияқты. Енді тәуекел етіп осылар жіберіп көрейін. Болмай қалса да ештеңе етпейді.
Қалайсың адам? Енгені шығарып салдыңдар ма? Иә, шығарып салдық. Келісім шарттарды бұзып кетті ме? Ол бәрі біліп қойды. Керісінше, ұжымның жұмысына сонша риза болып, келісім шартты созып кетті. Түсінбедім. Ол барлығын біліп қойды. Бірақ ұжымның жұмысына риза болған соншалық, келісім шартты 2 жылға созып берді. Бұл жақсы жаңалық қой. Жарайсың бала. Бірақ бұны Мәліктің жасағанын білдік. Иә. Айтпақшы, апаң сені жұмысқа орналасты дей ме? Назым экозауыт ашқалы жатыр. Сол жаққа қазір бүкіл ұжыммен барып көмектесіп жатырмыз. Менде... Ол не зауыт, не шығарады? Ол қоқыстарды өңдеп, содан эко құрылыс материалдарын шығарады. Азым жарады. Мұндай жобаны біздің нарыққа кіргізу өте қиын. Инвестор кім? Инвесторын білмедім. Бірақ қит етсе болды, Назымға келіп көмектесіп жатыр. Аңсар, заводын білмеймін, бірақ сенің апаңа Назым қатты ұнап қалды. Қойыңызшы шеке. Бәріне сәлем. Сәлеметсіз бе? Қалайсыздар? Жақсы. Дайын болып қалдыңыздар ма? Иә, барлығы дайын бізде. Онда іске сәт. Осы соңғы қорғау. Иә. Айым қайда? Біз бүгін қонақтарды қарсы аламыз. Осында жүрген? Анық көрініп тұр ма? Иә, жақсы көрініп тұр. Сәлеметсіз бе? Сәлемдер. Сәлем. Назым ханым адам танымастай өзгеріп кетті. Қайдам? Біртүрлі суық болып тұр ма? Ол үшін бар ғой, кішкене жымию керек. Назым. Жымай. Жымай. Тағы. Міне енді бастап қалсам. Дайындық қалай болып жатыр? Жаман емес. Енді бүгін қорғап шықсақ болғаны. Ескесі. Қанатбек, сендер алдында мынаны түзетіңдер ғой, иә? Қалайсың? Мәссаған, бүкіл базарды көтеріп келгенсің бе? Айтпа деймін. Кірсеңші. Сатам деп нем бар еді? Кірсеңші. Әуресі көп екен ғой өзінің. Ана базарда таңдау көп екен, содан біраз кідіріп қалдым. Сен бар ғой, нағыз ауылдың адамы болыпсың. Енді ауылдан шыққасын ұқсамай қайтейін. Сонда деймін, мұнан бәріне тапсырыс бар ма? Енді білмеймін. Мен бірақ артығымен алдым. Қайта-қайта кеп жүрем бе? Ол да дұрыс. Айтпақшы, мен Назыммен таныстым. Иә, жап-жақсы қыз екен. Айттым ғой мен саған. Қайдан білейін, анау аңсарымның соңынан жүрген көп қыздардың бірі деп ойладым. Аңсартай өзіне кім керегін жақсы білер. Сен оларды қазір көрсең, күндіз-түні бірге жүреді. Иә, көңіл күйлері жақсы. Иә. Жұмыстары ше? Мен саған қызығын айтайын. Иә? Ол қыз бұрын аңсармен жұмыс істесе, қазір аңсар онымен бірге жұмыс істеп жүр. Иә? Назым зауыт ашқалы жатыр дей ме? Мейлі, әйтеуір, екеу жақсы болып бірге жүрсе болды. Сол ғой. Мен де соны айтам. Сол... Өзі қайда қашан келеді? Көріп қайтайын деп ем? Білмеймін. Кеш келіп жүр. Қайтайын дегеніне. Жоқ. Қалима, мен сені бүгін еш қайда жібермеймін. Осында қалшы. Аңсар да сені көріп қуанып қалады. Өзім де соны ойлап келіп едім. Құлыншақты көріп, баламды бір құшақтап, мауқымды басып кетейін да. Сөйтші. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін соңғы келісім шарт. Енді осыны бекітсек,
ары қарай мазаларыңызды алмайтын боламыз. Рахмет, ендеше біз бастайық. Данияр. Рахмет, Назым Саятқызы. Бұл зауыттың өндірістік бөлігін қамтитын нұсқа. Бұл жерде қоқысты жинайтын алаң, яғни түрлеріне қарай бөлетін фильтр алаңы. Жалпы біз қоқыс алаңына үлкен жер бөле отырып, күнделікті өңделетін шикізаттың көлемін ұлғайттық. Қазір сіздерге нақты санын көрсетейін. Өте керемет жұмыс. Назым Саятқызы, ұжымыңызбен бір талай жұмысты бітіріпсіздер. Ендеше зауытты іске қоссақ болатын сияқты. Құттықтаймын. Біз ойлағаннан да керемет нәтиже. Сендеріңізге рахмет. Ендеше құжатқа қол қойсақ. Әрине. Мұндай сәтте қастарыңда болайын деп әдейі үлгіріп келдім. Қайролла мырза, қош келдіңіз. Ұжым сізді алғаш көріп тұр. Құрметті әріптестер, таныс қойыңыздар. Бұл кісі біздің инвесторымыз.